Қазір көп қазақтың жастары сотталып жатыр. Ақымақтық пен жастықпен сотталып жатыр. Неге ақымақтық? Қазір мен сіздерге түсіндіремін. Міне жақында мына СТД істейтін жігітті бір топ бала соғып өлтіріп тастады. Олардың бәрі кісі өлтіруші адамдар емес. Олар да біреудің балалары. Ол ақымақтықпен сотталды осы жолы. Біреудің өмірін құртты, өздері де сотталады. Аз дегенде 10-15 жылдан кетеді. Неге ақымақтық? Міне мына қылмыстық істе мынандай түсінік бар. Орысша айтқанда групповая драка дейді. Бір топ адамның біреуді соғып өлтіретін болатын болса, олар көп алады. Ал егерде біреу жалғыз өзі біреумен төбелесіп бір өлтіріп алатын болса, оның срогы аз болады. Неге? Өйткені мына групповойдың қауіптісі сол. Мына жастар біріне бірі күштерін көрсеткісі кеп, өздерінің қорықпайтынын білдіріп, өздері один за всех деген принцип бойынша өздерінше бірінің алдында бірі соған берік екендерін көрсетіп, төбелес кезінде барлығы да 1-2 удар істеп қалғысы келеді, біреуге жамылған кезде. Сонда айталы бір 10 адам бір баланы соғып өлтіріп алса, міне осы жол сияқты. Әр қайсы өзінің кінәсі санайды. Мен 1-ақ удар істегем, мен 2-ақ удар істегем деп. Мен 1-2 рет соғып 1-ақ рет теуіп едім деп. Жоқ, оның қауіптігі де сонда. 10 адам әр қайсы 1 рет ұрып 2 рет теуіп жіберген өзінде 30 соқ қалады екен марқұм. Сонда ойлаңыздар. Соққан кезде қайдан иығынан соқпайды ғой, басынан тепкілейді, іштен тепкілейді. Сонда ойлаңыздар. Адамды басынан 30 рет теуіп, не болса іштен 30 рет тепсе неменесі қылады оны? Шіреніп тұрып жастар тебеді ғой. Ұлы болсын, қыз болсын, қазіргі кезде групповой төбелес өте көп. Сонымен оны түгі де қалмайды. Қалай өліп кеткенде таң қалып жатыр жастар. Өйткені ол сен 2 рет тепті, анау 2 рет тепті, сонымен 10 адам тектікменде қанша болды? 30 соққымен кісіден аман қаламын? Қалмайды. Сондықтан ол групповойды 15 жылға дейін береді. Әр қайсына. 14 жылдан беріп жатады. Ал жалғыз біреумен төбелесіп өлтіріп алса, оған 8 жыл береді, 7 жыл береді. Групповой жоқ, ол жалғыз төбелесті. Сондықтан мына балаларға соны бәрін түсіндіріп отыру керек. Қазір кезде төбелесетін жұдырық ала жүгіретін заман емес. Қазір кезде өздеріңіз білесіздер, адамдардың денсаулығы нашар. Жас болсын, кәрі болсын, біреуінің жүрегі ауырады, біреуінің бүйрегі ауырады, біреуінің асқазаны ауырады, біреуінің бүйректері ауырады, өкпесі ауырады. Сен мына төбелесе біреу саған бір ауыз сөз айтса, ол сен оның сау ма, ауру ма білмейсің ғой. Может, тіпті ол психический отклонениесі бар шығар. Қазір кім қарық болып жүр? Бәрінде бастарында кредит, жоқшылық жетіспейтін. Жүйкелер тозып жүреді. Бір ауыз сөз айтқан екен деп, оған жұдырық ала жүгіретін заман емес қазір кезде. Оның өмірін құртып, содан өздері де сотталып жатады. Сондықтан мына групповой деген бәледен өте сақтандыру керек балаларды. Балалар өздерінше ойлайды. Артынан егерде бәрі бір-бірден удар жасап жатыр, соғып жатыр, мен соқпай тұрып қалса, мен қорқақ деп ойлайды дейді де, сол жерде. Бұрын да сондай принцип болатын, қазір де сондай принцип. Сонымен ақымақтықпен көп адам сотталып жатыр. Әсіресе міне қазақтың жігіттері бірінің алдында бірін көрсету үшін өзін қорқпайтынын, достыққа берік екенін көрсетіп, жығылып жатқан адамды бірге тепкілеседі. Соны қайта-қайта мына жастардың құлағынан құйып отыруымыз керек. Міне тіпті ол ауру да болмасын, ол сау жігіт болатын болсын, психический отклонение болмасын. Соққан кезде құласа, құлаған кезде қазір ресторандарда, кафелерде, көшеде төбелеседі, бордюрға соғылады, басы жатқан кірпішке соғылады. Құлаған кезде басы соғылып, талай адам қайтыс болып кетті. Сондай оқиғалар өте көп қазір кезде. Мына ауылдың жастар көп сотталып жатыр. Қалаға барады да бірге жүріп, бірге тұрамыз деп, өздерінше төбелессе бірге боламыз деп, содан өздері де обалда сотталып жатыр, біреулерінде обалына қалып жатыр. Құдай бетін аулақ қылсын, сондайдан біз сақ болуымыз керек, балаларға түсіндіріп отыруымыз керек.